Ассалаумағалейкум. Осы Джеймс Клердің Atomic Habit деген кітабында, осы атомды әдеттер деген кітабында атап өткен іс әдеттерді қалыптастырудың төртінші заңдылығы жеңістер сыйлау. Осы заңдылықта біріншіден өзіңізге кішігірім сыйлықтар беріп тұрыңыз, немесе айыппұлдар салыңыз. Барлығымыз білеміз, ми сыйлықақы алған нәрсені көбірек істегісі келеді дағы, өзіне айыппұл салған, сондай жазалаған нәрсеге баруға тырыспайды. Сонымен қатар біз білуіміз керек, жақсы әдеттің нәтижесі ұзақ уақытта көріледі. Сондықтан біз осы жақсы әдетті ұзақ уақыт қалыптастыру үшін біз кішігірім сыйлықтар беріп тұруымыз керек. Мысалы, сіз осы ағылшын кітабының бір тарауын бітіргеннен кейін өзім жақсы көретін бір киімді аламын. Немесе осы ағылшынның осы бір кітабын бітіргеннен кейін мен осындай жерге барып саяхатқа барамын деген сияқты өзіңізге бір сыйлықтар, шабыттар берсеңіз, миыңыз сол жұмысты қалдырмай істеуге тырысады. Ал істеймін деген әдетіңізді бүгін істемей қалсаңыз, онда 1000 теңге садақа беріңіз. Сонда ол ми сіз айыппұл салғаннан кейін оны ертесі күні істемеуге тырысады. Сондықтан сол әдет ұзағынан қалыптасады. Екіншіден, осы бастаған әдетіңізді кестеге жасап шығарып алыңыз да, күнде ай күнін жазып, істелген істелмегеніне белгі қойып отырыңыз. Одан кейін ол кесте сіздің көзіңізде көбірек көрініп тұру керек. Сонда әдетті көбірек істеген сайын өзіңіздің сеніміңіз көтеріледі, өзіңізді мақтан тұтасыз, сонымен ары қарай ол көбірек істеуге тырысады. Үшінші, 2 рет қатарынан жіберіп алмаңыз. Әрине барлығымыз кемел емеспіз, сондықтан бір жағдайлар болып қалады. Сол кезде сол әдетіңіз істелмей қалса, екінші рет оны жіберіп алмаңыз. Екінші күні сөзсіз сол әдетті істеуге тырысыңыз. Жалпы айтқанда, осы 3 нәрсеге көңіл бөліңіз. Біріншіден, өзіңізге кішігірім сыйлықтар беріп тұрыңыз, немесе айыппұлдар салыңыз. Екіншіден, сол әдетіңізді қадағалаңыз, бірақ көз алдыңызда ол тұру керек. Үшіншіден, 2 рет қатарынан жіберіп алмаңыз. Осылай әдеттің шынжыры үзілмейді.